Қайырлы күн, қадірменді оқырман қауым. Дін бірліктің рухани тірегі атты әңгімені ұсынамын. Дін қоғам мен мемлекет, ұлттар мен ұлыстарды ортақ идеялар мен құндылықтар төңірегіне топтастыратын сенім. Дін жалпы адам баласына жаман нәрсені үйреткен емес. Дәстүрлі ата дініміз ислам адамды қайырымдылыққа, мейірімділікке, кішіпейілділікке, құрметтеуге, адалдыққа, ешкімге зиян келтірмеуге, тигізбеуге, оқуға, білім алуға, жақсылыққа үйретеді. Елімізде жүргізіліп отырған салиқалы саясаттың нәтижесінде Қазақстан күллі әлемге өзінің дінаралық келісім мен ұлтаралық татулықтың киелі мекені екенін паш етті. Сондай-ақ дін еліміздегі бірліктің рухани тірегі болып, халықтың ынтымағы мен тыныштығы үшін қызмет ететін өзінің негізгі міндеттерін мінсіз атқарғанының нәтижесінде еліміз осындай биіктерге қол жеткізгені анық. Дін адамдарды біріктіру, қоғам мүшелерінің арасындағы қарым-қатынасты реттеу, саяси жағдайды тұрақтандыру сияқты әлеуметтік құбылыстарға орны ерекше. Дін адамгершілік пен рухани құндылықтар арқылы адамдардың ұйысуына негіз болатын біріктірушілік қызмет атқарады. Бабаларымыздың қастер тұтып, атадан балаға аманаттап, жүрекке тартып келе жатқан асыл қасиеттері көп-ақ. Халқымыз сырт көзбен емес, жүрекпен ұғынатын адамгершілік құндылықтарды жоғары дәріптеген. Иман қазақ халқының рухани дүниетанымдағы парасат пайыммен сабақтасып жататын өте кең өлшемді ұғым. Ата-бабалардың ақиқатқа жетілер сенімінің де басты тірегі осы. Барлық бет болмысының, мінезі құлқының айнасы.